Ассалаумағалейкум оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Мен осындай таңғы асқа тағам дайындаған болатынмын. Менімен бірге дайындап, жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады. Ол үшін бізге сэндвичке арналған нандар қажет болады, немесе қарапайым нанды да пайдалансаңыздар болады. Колбаса, помидор, кетчуп және сыр қажет болады. Нандарымызды осылай противенге салып аламыз да, үстінен осылай кетчубымызды жағып шығатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен барлық жерге жағып аламыз. Одан кейін сырымыз саламыз. Бұндай сыр болмаса, кәдімгі қарапайым сырды үккіштен өткізіп салсаңыздар болады. Содан кейін колбаса мен помидорымызды салып шығатын боламыз. Бұл салмадан басқа өздеріңізге ұнайтын салмаларды салып, жасап көрсеңіздер болады. Барлығын дайындап болдық, духовкаға 10-15 минутқа салып алатын боламыз. Таңғы асымыз дайын болды, дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алда уақытта көптеген видеолар шығаратын болам. Менімен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум.